ауылдың адамдары неге қазір қалада жүреді бәрі? Өйткені ауылда жүрген кезде қаланың рекламасы қатты болғанда бәрі қалаға барсақ деген бір арман болған бәрінде. Неге ол ауылдың адамдары ойбай анау бір неде тұру керек, жаңа бір андай өте бір эконом сегментте тұру керек. Жоқ, олай емес, ол түсінікті құрту керек. Ешқашан мен ауылда өспегем, ешқашан ауыл көрмегем. Мен осы 3 жыл болды осы ауыл дегенге келген. Ауылда сенде түйе жоқ екен, бір осы болсын деді. Сиырлар. Сауын сиырлар ма? Иә, ана қонақ үйдің адамдары бізде таңертең особенно. Яқтан жұмыртқа тереді. Мынан қара. Осы жұмыртқаны аласыз да қонақ үйге апарып сізге қуырып береді. Мынаны 7500 теңгеден сатамыз. Бұл осы жерде арадан шыққан дүние мынау. Мысалы, иісін қарашы қандай. Нағыз. Барудың қажеті жоқ мұрнымен. Мынау чисто ламб браун, бұлар жұмыртқа бағыты. Бұлар бір жылда 340 жұмыртқа беру керек. Балдарымыз қазір үйде жатыр, телефонда, онлайнда оңай ақша табуға кірісіп кетті бәрі. Мына жерде мен қарындасым анау. Мына жақта осы біздің балаларына. Мына біздің жұмыстағы баланың баласы. Хамза, менің Жандос деген досым баласы. Мына бүгін келген балаларға біз тиіспейміз. Жұмсамаймыз. 2-3 күн адаптацияда жүреді. Жақсылап бауыр бассын дейсіз ғой? Иә, адаптация не істейді? Сосын өзіне ұнайтын нәрсе табылады. Бұл примерно 10 жылдай болған бұл идеяның біздің миымызда жүргені. Просто біздің ойымыз андай туризм деліп, демалып жату үшін емес, ауыл шаруашылығын көру үшін келу керек. Тағамнан барып тамақ ішсеңдер, мына ауылға үлес қосқаныңмен бірдей. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Сіздер Нұралы Метей YouTube каналдасыздар. Жалпы бұл YouTube канал кімдерге арналған? Бұл канал кәсіпкерлерге, кәсіп бастаушыларға арналған. Бұл каналда кәсіпкердің тарихын, кәсібінің тарихын, қанша жыл, қандай қиыншылықтар болды, қандай кәсіптерде плюсте болды, қандай кәсіптерде минус болды. Осы қазір кәсіпкердің тәжірибесін бөлсем. Бірге болыңыздар. Бүгін Шымкенттен аттерлетіп Алматыға келіп қалдық. Келу себебіміз кеше бізде 20 жылдық болды Сантайрыс компанияның. Бүгін қазір бір ерекше кәсіпке бара жатырмыз. Жалпы ол кәсіп 5-6 кәсіпті бір жерде ұстап отыр. Ол жерде ауыл шаруашылығы бар, құс шаруашылығы бар, мал шаруашылығы бар, егін шаруашылығы бар. Жалпы қауын, дар, біз адамға не керек барлығы бар. Қонақ үй және балалардың лагері бар. Жалпы бұл кәсіп маған да қызық. Бұл кәсіпті бұрыннан бері бақылап келем, қызығып келем. Даже осы кәсіпке қызығып Түлкібас ауданынан жерде алдым. 140 гектар жерде алып қойдым. Енді бұл қандай кәсіп десеңіз, бәріміз Қазақстан бойынша хит болатқан біздің ауыл жобасы. Оның негізін қалаушысы Жеңіс ағаммен кеше сөйлестім, қазір келістік, қазір мен Талғарға бара жатырмын. Алла қаласа сол кәсіптің қалай басталды, қалай құрылды, дәл қазір ол жерде не бар. Жалпы бұл кәсіпті мен байқағаным, кәсіптен ақша табудан бірінші орында адамның керек құндылықтар өте көп. Ол жерде кеше Жеңіс ағамен біраз сұхбат болды. Қазір тағы жеке тоқталамыз. Бірге болыңыздар. Қызықты оқиғаларды, қызықты жағдайларды жіберіп алмаңыздар. Құрметті оқырмандар, біз қазір Талғарға келдік. Қазір біздің кейіпкеріміз Жеңіс аға. Ассалаумағалейкум, Жеңіс аға. Алейкум. Жеңіс аға, жалпы өзіңізді қысқаша таныстырып кетсеңіз. Жалпы өзіңіз қай жылдан бері? Біз енді есім Жеңіс, фамилиям Сат. Жалпы Қызылорданың тумасымын. Өзім кәсіпте енді 30 жылдан бері біз кәсіптеміз. Негізгі кәсіптеріміздің бірі қазіргі тағам асхана желісі. 8 облыста барымыз, 35-тей біздің ресторандарымыз бар. Негізгі жұмысымыз сол. Және осы 3 жылдан бері біздің ауыл деген шаруа қожалығын отбасымызбен бірге аштық осыны. Қазір енді бұл әулеттің, біздің отбасымыздың негізгі шаруа қожалығы. Бұл жерде енді негізгі мәселесі бұл жерде бала тәрбиесі, ұлттық құндылықты дамыту деген сияқты туысқандық қарым-қатынас нығайту және де
кәсіпке балаларымызды баулу. Жалпы өзіміз кәсіпкер болғаннан кейін балаларымызды жұмысқа, кәсіпке көшіруде үйретіп жатырмыз негізі. Сосын негізгісі осы жақтан бір табиғи өнімдерді өндіру. Сосын өзіміз тағам саласында жүргеннен кейін біз өнімнің қаяқтан шығатынын көрдік, олардың қайдан келетінін көрдік, қалай шығатынын көрдік, қаяқтан келетінін көрдік. Соған қарап біз өзіміз екпесек болмайды деген шешімге келдік. Сол үшін біз қазір өзіміз өндіріп, өзіміз егіп, өзіміздің асханаларда, тағамдарда жаңағы осы тамақтардан беру керекпіз деген ниетпен осы шаруашылық негізі басталып кетті. Осындай бірнеше жалпы себебі қазір бұл біздің ауыл жобасының басталуы осы химия ғой қазір көп тамақтар. Иә, химия. Мысалы мен тағамда мысалы өз бағасын өзіндік құн түсіру үшін біз мысалы істейсің, өндірушілерге барасың ғой. Енді өндірушіден тезірек алай, үлкен объеммен аламыз деген сияқты складтарымыз бар, мысалы басқалар бар. Сол кезде барсақ бәрі шетелге келіп тірелдік. Мысалы Өзбекстанға тірелдік, Қырғызстанға тірелдік, Россияға тірелдік, Қытайға тірелдік. Мысалы сөйтсе Қазақстаннан көп нәрсе шықпайды екен. Неге бізде көп нәрсе шықпайды? Өйткені бізде өндірістің өзіндік құны қымбат. Содан бізде өндірмейді, біз тыныш сатып алып келеміз деген ниетпен істеліп кеткен екен да. Асқын қарадықта енді қымбат дей берсек, біз ешқашан ешнәрсе екпейміз. Сол үшін қымбат болса да біз егу керекпіз деген шешімге келдік. Сосын бірінші кезде қымбат болады, сосын біз оны қалай арзандататын кәсіпкеріміз ғой енді. Қалай оның өзіндік құнын түсіру керек, ол үшін қанша масштаб керек, ол үшін қандай оймен егу керек, қай жақтан қалай егу керек, оны қандай адамдарды әкеліп жұмысқа қою керек, ол қаншадан болу керек. Осының бәрін зерттеп, бізде оның өзіндік құнын осылай тәжірибе арқылы түсіруге тырысып жатырмыз, Алла қаласа. Және бізге жаңағы сатқан кезде де, басқа алған кезде химиямен салсақ, ішіне удобрениені беріп, химияны беріп жүрсең, қып-қызыл, әдемі, көккүмбе, күшті қып, жаңағы өзінің құнын өте арзан қып істеуге де болады. Мысалы, өзінің беретін нәрселері, бірақ ол адамға айтатындай зияны жоқ, ол ешкім адам өліп қалмайды, одан. Өйткені қанша жесек те ешкім өліп жатқан жоқ қой. Пайдасы да аз. Иә, зияны бар, бірақ ол зияны кейін келеді. Мысалы, бүгін болмайды оның зияны ше, мысалы. Оның зияны кейін, анау бедеулік алып келеді, анау аурушаңдық алып келеді, басқа бір аурулардың шығуын алып келеді, аллергия көп болады, бірдеңе болады. Сондай нәрседен шығады екен. Керекті дәрумендерді ала алмаймыз. Сол болып тұр. Ала алмаймыз. Біздің организмде ол дәрумен болмағаннан кейін біз оны сырттан бады жеп, анау жеп, мынау жеп қайтадан толтыру керекпіз. Енді табиғи қылып өндіру үшін, ол үшін көптеген еңбек керек, және оған өндіру өнімділік аз болады. Производительность бар ғой, мысалы 1 гектардан біз 35-40 тонна алу керек болсақ, табиғи қылып істесең, сен 15-20 тоннадан артық ала алмайсың. Ол да өзіндік құнға қатты әсер етеді негізі. Сол үшін біз не істедік? Біз табиғилық жолға қарай өтіп кеттік та, аз алсақ аз алайық, бірақ жақсысын алайық деген. Сапаға мән беріп кеттік та, мысалы. Жалпы біздің ауыл жобасы қай кезде осы негізден бірінші адамның идея пайда болады, қай кезде идея болды? Қанша уақыт болды мынау қазіргі шаруашылығымыз? Жалпы біздің тағамның ашылғаны 15 жыл уақыт болды. Мысалы, соның ішінде бір негізі мен сол салада жүріп, общепит саласына кірген кезде ешқашан мен тамақ істеп көрмегенмін. Сол кезде мен бір 3 жылдан кейін түсіндім вообще, не ол вообще общепит саласы деген не, бұл жақтан қалай ақша табуға болады, ол жақтан қалай жұмысты жүйелеу керек деген нәрсені 3 жылдан кейін, ашылғаннан кейін түсіндім да мен. Сонан кейін барып қарап зерттедік та, бір ой келді сол кезде. Мынаны бәріміз өзіміз өндірмесек болмайды екен деп. Ол примерно 10 жылдай болған бұл идеяның біздің миымызда жүргеніне. 10 жылдай. Енді оған көп қаражат керек, оған көп кәдімгі уақыт керек, оған кәдімгідей мақсатты түрде саған не керек екенін анық білу керексің сен. Сосын барып біз осыны келеміз. Соның қасында қосымша енді келе жатырмыз. Бұл жерде бірінші, екінші дейтін жоқ. Ол балаларымыздың бүгінгі күнгі тәрбиесі. Қазіргі балаларымыз не істеп жатыр? Балаларымыз қазір үйде жатыр, телефонда, онлайнда оңай ақша табуға кірісіп кетті бәрі. Егерде былайша айтқанда, мынандай деградация ғой, андай адам дееспособный дейді орысша айтқанда. Андай әрекетке икемсіз болып бара жатыр. Дұрыс айтасыз. Балалар.
оның зардабын мен де көріп жатырмын. Иә, сол үшін балалар икемсіздік неден ол ешқашан ол нәрсені істемегеннен. Мысалы сен любой мысалы тренировкаға барсаң, мысалы любой не мысалы секцияға қатыссаң, сен бірден келіп аналардың айтқанын боксқа барсаң да былай ұр десе бірден ұра алмайсың, өйткені икемің жоқ оған. Ешқашан істемегенсің оны. Тәжірибең жоқ. Сол үшін істейсің сен қайта істей беріп, анау ударды шығарасың, дұрыс па? Жаттығумен. Иә, жаттығумен. Сол сияқты біздің балаларға да осындай жаттығу қажет болды да. Сол үшін осы біздің ауылда жаттығу алаңы сияқты балалар біздің осы жақта жүреді, осы жақта жатады, осы жақта жаңа өмір сүреді балалар. И 18 жасқа дейін, 16 жасқа дейін, 18 жасқа дейін балаларымыз осында болу керек деген шешімге келдік. Мектеп жасында. Әрі қарай олар уже әрі тәрбие, әрі жұмыс, кәсіп. Не үшін 16-18 жас таңдадық? Қызық болғанда тағы да зерттеу жүргіздік өзімізше. Енді балаларымызды зерттегенде қалай бір арнайы лабораториямыз қой, былай қарайсың ғой ондай. Жаңа әдейі мән беріп. Сонда қарасақ, бала 10-11 жастан бастап 16-18 жасқа дейін әдет қалыптастырады екен. Әрі қарайғы сен мысалы өзің 20-ға дейін сен бір жұмыстарды істеп үйреніп қалдың. Мысалы кітап оқып үйрендің, или тренировка істеп үйрендің, или жұмыс істеп үйреніп қалдың да. Сен әрі қарай сен ешкім тоқтатпайды да, ешкім саған давай демейді. Сен әрі қарай сол темамен кете бересің. Сен тренировкаға өз еркіңмен баратын боласың, кітапты өз еркіңмен оқитын боласың, саған кітап оқу керек, кітаптың пайдасы бар деудің қажеті жоқ саған. Сен әдет бойынша оқисың, әдет бойынша істейсің. Дағдыланасың. Сол үшін біз не істедік, балаларымызды осы жерде 10-нан 12-ден 16-18 жасқа дейін қазіргі таңда қанша балаңыз, немере балаларыңыз, ағаңыздың баласы, ініңіздің баласы жұмыс жасап жатыр? Иә, бір 15 шақтысы точно бар. Иә, ол жиенім бар, нағашым бар, құда балам бар, досым баласы бар, көршім баласы бар, жаңағы досының досының баласы бар. Осылай ғой бәрі. Әр проектіңіз сіздің әрі тәрбие екен ғой бұның түбіне. Иә, ол балдар өз жерде жүгіріп жүреді, ойнап жүреді. Ол ойнап жүріп бала үйренеді бұл жақта. Мысалы, сосын қай жерге жаңағы талпа көбірек балалар керек, давайте малина тереміз дейді. Бәрін малинаға салып жүресің. Құлпынай терек құлпынайға салып жүресің. Малдынасын шығару керек жаппай. Бәрін соған салып жүреміз. Мысалы, шөп келеді, оны түсіреміз. Ақша бересіздер ме? Беретін жерінде береміз, мотивация болсын шамалы деп енді. Алдыңғы жылдар вообще бермейтінбіз, ондай тема жоқты. Кейін шамалы балдар енді не қылсын деп бәрібір төлеп жатырмыз, мысалы. Сол үшін андай еңбек бағалансын деп. Бірақ ол бала, ақша алатын бала, уже жауапкершілікті білетін бала болу керек. Ол жауапкершілікті түсінбейтін балаға оны бермейміз. Өйткені ол нақты несін береді. Сол үшін олар жұмыс істетіп көріп жатырық. Мысалы мен өзім дегендерге берген жоқпын да. Неге өйткені істесін, былай істесін дедік. Достарыңыздың баласына. Өзім, сол жоқ, өзіміз дос болса да, жиен болса да, мысалы, кейін бірақ биылдан бастап берейік давай деп шештік енді. Неге екенін білмеймін, әйтеуір беріліп жатыр. Шамалдан, көп емес. Енді мынау неңізді көрдім, шаруашылығыңызды. Қанша жыл болды мынау шаруашылық? 3 жыл болды. 23-ші жылы бастадық. Қазір енді 4-ші жазымыз кетті. 23-тің жазы, 24-тің жазы, 25-тің жазы, 26-ның жазы. Біз осылардың барлығын, жәмен дамытып келе жатырмыз. 3 жылда салынған құрылыстың барлығы осы 3 жылда болған. Бізде 4 салаға бөлінген ауыл. Мал шаруашылығы, құс шаруашылығы, егін шаруашылығы және агротуризм. Енді бұл агротуризм ішінде ресторандар бар, қонақ үй бар, бізде терраса бар, отыратын далада, жазғы терраса. Одан кейін мына жерде серуендеп, агротур жасап, балалар малды, шаруашылық, бұзау, құс, лақ, қозы, ешкі, қой, жылқы, оның бәрін көреді. Құстарды көреді, балапандарды көреді, не қақтан шығып жатқанын көреді, құлпынай қалай өсіп жатқанын көреді, малина қалай өсетін, алма қалай өсетін, жалпы шаруашылықты көру керек. Одан кейінгі құс шаруашылығында бізде жұмыртқа бағытындағы құстар бар, жаңа тауықтар және индюк болған. Қазір биыл енді аламыз. Жаңағы сосын қаз бар, сосын жаңағы ет бағытындағы бройлер тауықтар. Ет береді олар. Ет береді. Ол тауық бағытында 4-5. Енді бөдене қоямыз, Алла қаласа. Сонымен 5 түрлі құстың түрін ұстайтын боламыз. Ал одан кейін бізде мал шаруашылығында бізде сауын сиырлар ұстаймыз, қойға бордақыға ұстаймыз, одан қалды жылқылар бордақылаймыз, мініс жылқылар бар, осылай. Және бізде молочный цех бар, сүт цехы бар. Шыққан сүтті біз өнім сату керекпіз негізі. Біз жаңағы сырьон не дейтін, шикізат. Шикізат емес.
шикізатты емес, Өнімді өнім сату керек. Сол үшін біз не істедік? Өзімізден шыққан нәрсені өнім ретінде сатып, ол еще бизнеске үйреніп жатырмыз, одан еще табыс тауып жатырмыз деген сияқты, мысалы, солай. Жалпы мына аяқта бір келгенде малина бар тұғын, иә? Құлпынай. Құлпынай. Жер енді құлпынай 3 жыл бойы құлпынай ектік. Осы биыл енді тағы да рисковать етіп бір рет ектік. Шықты, Аллаға шүкір, биыл жазда жақсы жедік. Аллаға шүкір. Енді біз севооборот деген дүние бар негізі. Жердің құнарландыру керек. Сол үшін қазір демалдырдық. Қазір жерге не екіп қойдық? Тыңайтқыштарды, иә? Тыңайтқыш болғанда жоқ, горчица деген болады екен. Ең жақсысы горчица екен. Тез өседі. Сосын оны орат екен, гүлдемей тұрып орасыз да, сол сабағын полный осы жерге қайтадан араластырып жіберіп, жерді құнарландырып. Тағы да екінші рет тағы себеміз, тағы өседі. Сосын уже 2 рет сөйтіп, 3 рет істесең, вообще жақсырақ болады дейді. Сосын келесі жылы қайтадан Негізі келесі жылы Құдай қаласа не егесіздер, иә? Құлпынай егеміз қайтадан. Мына бетте бізде? Бізде мына бетте таңқурай. Малина деп айтады. Малина, орысшасы малина, қазақшасы таңқурай. Қазір халықтар теріп жатыр, айтсақ тегін дейді. Тегін ба дәл қазір? Бүгін тегін енді, кейін ертеңнен бастап шамалы жаппай піссін деп жатырмыз. Қазір енді саламатса, мысалы, жаппай піссін деп жатырмыз. Енді келіп ақша қалғаннан кейін бір әдемілеп, әдемісін жеген жоқсыз ғой. Атак біз не істеп жатырмыз? Басында өзіміз той болу керекпіз. Өзіміздің адамдар осылай, ең бірінші келген қонақтарымыз осылай. Үлкен кісілер тойып жеп алсын, сосын қалған сатамыз. Сосын онан қалғанын масақ дейді. Сөйтеміз, одан қалған майда-шүйдасын, оның бәрін таратамыз, тағы да келіп үйлеріңізге тер болып кетсеңіздер болады деген сияқты. Жалпы мынандай бір, бұл жерде бір ауылдың бір вайп дейді ғой, қазіргі тілмен айтқанда бір ауылдың бір несін көрсеткім келеді да, бір ауылда қалай бір мамыражай, ешнәрседе бір ограничение жоқ. Андай граммен есептемейді еш нәрсені. Тапыр-тұпыр бір қара есеп қой бір. Иә. Сондай сияқты бір нәрсені бір келтіргім келіп жүр да енді негізі. Соған жай бүйтіп алып келе жатырмын. Былай істеп көрдім варианттарды. Совсем тегін десең де болмайды екен. Анау жаппай келеді да қирап кетеді екен бәрі. Зиян тигізіп кетеді. Өте зиян енді. Қатты зиян. Өте зиян болады. Өзіңіз жеңіс ауыл деп қалдыңыз. Қай ауылда туып өстіңіз? Мен негізі Қызылорда, мен городскойым, қалалықпын. Қалалықсыз. Ешқашан мен ауылда өспегем, ешқашан ауыл көрмегем. Мен осы 3 жыл болды осы ауыл дегенге келген өзім. Бұлай енді ата әженің баласым болып, қасапшылықпен айналысқанымыз болмаса бір еңбек. Бірақ енді кәдімгі ауылда жүріп, жалаң аяқ жүгіріп, есекпен бірдеңе көкпар ойнап едік кезінде, анау бүйтіп едік, сөйтіп едік деген ондай тема жоқ. Біз енді кішкентай кезімізден жұмыс істедік енді біз. Біз ана 90 жылдарға түстік қой біз. Негізі. Біздің подростковый уақыт бар ғой бір. Сол 90 жылдарға келді да, бізге жұмыс істеуге тура келді. Бәріміз әйтеуір жұмыс істедік. Негізі мынандай осындай халыққа пайдасы кәсіптерді көбінесе байқасам, жасы 40-тан кейін, 45-тен кейін, мен өзім қазір жасым 42-ге келді. Ойланады екенсің, мен не қалдырам деп. Бұл кезде жас кезде табысты қоямыз ғой бірінші орынға. Бәріміз табыс тез көтерілу керек, жағдай жасау керек. Ал жас келе қазір құндылық қалдыруға, болашаққа қалдыруға соны ойлайды екенсің. Мына жерде мен қазір соны көріп тұрмын, соны байқап тұрмын. Иә, бұл енді ауылды жалпы салған кезде ұрпақтан ұрпаққа жалғасса осы жер. Әдейі сол үшін бұл жерді сатып алдық. Сосын ешқандай субсидия, ешнәрсе алмай, бізге тағамнан полный түскен табыстың барлығын біз осы жерге салып жатырмыз. Кейбіреулер айтады, біз сіздерге қалай рахмет айтып жатады ғой барлығы. Мен айтамын, тағамнан барып тамақ ішсеңдер, ауылға үлес қосқаныңмен бірдей. Өйткені ол жақтан түскен табыстың барлығын біз ал келіп осы жерге салып жатырмыз. Бұл ауылда біз андай бір пайда көру, басқа емес, әдемілеп ауыл деген түсінікті өзгертейік деп жатырмын. Неге деген кезде ауыл ол әдемі болу керек. Ауылды ауыл қылатын мал шаруашылығы, құс, егін. Ауылды ауыл қылатын, ең бірінші. Бұрыннан ата бабамыз келіп жатқан. Енді осы ауылда мал, құс, егін болса, болды, значит, ода асфальт болмау керек, ода брусчатка болмау керек, ода ресторан болмау керек деген сөз емес қой. Иә. Мысалы, неге ол ауылдың адамдары ойбай анау бір неде тұру керек, бір андай өте бір эконом сегментте тұру керек. Жоқ, олай емес, ол түсінікті құрту керек. Мысалы, ауылдың адамдары ең бай адамдар, ең білімді адамдар. Негізі, егінді егу үшін қанша білім керек, малды ұстау үшін қанша білім керек. Олардың просто білімін, олардың несін бағаланбайды да, құнсыздандырып жүргенде,
Ауыл как ауыл қарау. Ауылда бір жаңағы тупойлар тұрады, келең жаңағы жағдай нашарлар ғана қалады, крутойлардың бәрі қалаға кетеді деген түсінікті енгізіп жіберген. Оны біз жұтып қойғанбыз. Сөйтіп бәрі өзін андай ақылды, жақсы сезінетін адам бәрі қалаға қарай көшіп кеткен. Әрине, ол дұрыс. Бірақ ауыл болмаса сенің қалаң өмір сүре алмайды. Ауылсыз қала болмайды. Ауылсыз әнші атақты әнші бола алмайды. Ауылсыз актер бола алмайды. Сол үшін фермерлердің жағдайын жасау керек. Фермерлерге статус беру керек. Фермерді, ол фермер болмаса сенің ауылың көтерілмейді. Мысалы біз фермерміз. Біз фермер деген ол ұйымдастырушы ауыл шаруашылығын. Негізі ол дехқандардың, малшылардың, басқалардың басын қосып осы жерде жаңа барлығын бір нәрсені бір ұйымдастырып, соны қалай сатамыз, қалай өндіреміз, қалай сапалы қыламыз, қалай көбірек табамыз, қалай істейміз деген сияқтылардың бәрін ойластырып жүретін ол фермер. Мысалы, енді ол фермер елге, қазақ еліне, бізге өзіміздің өнімді өзіміз өндірмейінше біз тәуелсіз бола алмаймыз. Дұрыс айтасыз. Жеңіс аға, қазір енді ауыл несін көрдік, енді мынау құс шаруашылығын барып көрейік. Мал шаруашылығын сізде қос. Бізде мына жерде таныстырып кетегеніз. Малина мына жерде 1 гектардай там қораймыз, азғантай ғана қарағат бар, смородина. Сосын 1 гектарға біз құлпына ектік. Қазір енді севооборот болғаннан кейін жоғарыда кішкентай жеріміз бар еді, осы жерге орнына егіп қойдық құлпынайды, ертең көктемде жейтін. Сосын арт жағымызда бізде қалып қойды 4 гектарға не бар? Алма бағы бар. Анау бана бас жақтағы анау қандай? Бұл ғимарат негізі ресторан. Ресторан, иә? Ресторан кәдімгі ауылдың өнімдерінен тамақ істелінеді осы жерде. Енді адамдардың қазір әртүрлі ғой деңгейлері, статустары. Біреулер жоқ, жақсы жерде отырам, қымбатты болса да жей берем десе, ресторан салып қойдық. Жоқ, орташа кәдімгі даланың тамағын жеймін десе, мына жерде терраса қойып қойдық. Сегменттен бөліп қойдыңыз ғой, иә? Яғни терраса тұр, бұл жақта жаңағы қуырылған қуырдағы бар, палауы бар, лагманы бар, лагман деп қойған жаңағы мантысы бар, шашликтары бар деген сияқты. Сондай бір даланың бір жалпы мен қызыққаным бұл жерде 5-6 кәсіпті бір жерге шоғырландырған. Бұл жерде 15 түрлі кәсіп бар. 15 кәсіп. 15 түрлі кәсіп бар. Атап өтсеңіз. Ой, бұл әрқайсы бір кәсіп, мысалы құлпынай бір кәсіп. Бұнымен кәдімгі айналысу керексің. Малина бір кәсіп бұл. Ресторан бір кәсіп. Құс, тауық бағу бір кәсіп, ет бағытында. Жұмыртқа бағыты бір кәсіп. Мал бордақылау бір кәсіп. Мал сауын сиыр ұстау бір кәсіп. Қой бордақылау, қойды көбейту бір кәсіп. Молочный цех қою бір кәсіп. Жылқыға мінетін мініс жылқыларды реттеу, конюшня қою бір кәсіп. Мысалы, осылай қонақ үй бір кәсіп. Қонақ үй бір кәсіп. Ол агротуризм бір кәсіп, ол мысалы. Оның бәрі бұл жерде 15 түрлі кәсіптің түрі бар. Біз осының барлығы демо версиясы бізде. Ертең бізде осылардан қайсысы бізде қолайлы, жанымызға жақын, балаларымыз өздері ұнайтын кәсіпті масштабқа шығарып, әрі қарай кәсіп ретінде коммерциялық ниетте бұл жерден шығады да барып басқа жерден жерлерін алып, зданияларын қойып өздері істей береді. Бірақ бұл ауыл осы форматта қалады. Қалады, иә. Келген адамға бұл жерде демо версия, яғни сиырдан 10-15 ғана сиыр сауамыз дегендей. Атак кемінде 100 сиыр сауса жақсы болады. Деген сияқты. Қазір таңда қанша сиыр сауып отырсыздар? Қазір енді 16 сиырымыз бар ауылда. Соның өнімдерін қазір халыққа беріліп жатыр ғой, иә? Еті бар, сүті бар, жұмыртқасы бар деген сияқты. Иә. Жұмыртқа, мысалы 1000 шақты тауығымыз бар жұмыртқа бағытында. 3000-нан 2 қорамыз бар, жаңа бройлер тауықтарымыз бар. Мынандай бал бар. Бұл да бір кәсіп мысалы. Балдан бастайық. Бал ұстайсыздар ма? Ара ұстайсыздар ма? Иә, ара ұстаймыз. Ара өзіміздің ара, ана жерде Қуаныш деген біздің досым бар. Сосын бұл жерде біз кәсіпкерміз ғой. Қазір аутсорсинг деген түсінесің ғой, аутсорсинг. Иә. Мысалы, мен не істеймін? Сен мысалы ағаш саласындасың, не өзің? Өзім ағаш саласында. Например, бізге бір ағаш саласында бір жұмыс болса осы жерде, мен айтам, давай, Нұрым, иә? Нұралы, давай, сен жасайық мына жерде. Мысалы, 30-ға 70, 50-де 50, 80-ге 20, қалай, келісеміз? Түсінікті. Сен келесің да, біздің площадкіде соны ұстайсың. Ұстап? Иә, мысалы, мен ешқашан өзім ара бақпаймын, баға алмаймын ғой мен енді. Бірақ біздің ауылға ара керек. Сөйтіп, мынау омарташы жігіттер, міне, Қуаныш деген, келді, давай істейік, қалай істейміз? Енді сен мына жерге қой, араларында кел, сот үйларда кел, міне. Сот үйлар, міне. Жаңағыдай сот үй дейді. Әкеп осыны сатып атырық, мысалы. Былай қарасаң. Мынау уже арадан, иә? Иә, арадан андай сот үй. 7500 теңгеден сатамыз. Бұл осы жерде арадан шыққан дүние, мысалы. Иісін қарашы қандай.
О, нағыз. Барудың қажеті жоқ мұрын. Мысалы. Жаңа біз бағасын сұрадық. Мынау қанша деді жаңа? 2000 теңге дейді. Арзан мынау. Әлі табиғи. Енді арзан қымбатын білмеймін, бірақ біз осы жерден құйып, мынау 2000 емес, мынау арзандау үлкені бар, сол 2000 тұр. Иә. Мынау құю аппараты? Иә. Жеңсаға мынау қоя құю, иә? Бұл жерден. Көрсекте болады екен ғой мынаны. Оны наған құяды, мына жерде өзінің граммажы бар, аның ішінде бал бар, мынаның ішінде бал бар, айналдыратыны бар, анау жаңағы сотыйлар салады да, балын құйып алады, мынандай құяды. Қошым осылай беріп жатырмыз. Мысалы, бұл жерде енді реально ешнәрсе қосылмаған, осы таудағы разнотравье. Бұл жерде болды, басқа ешқандай не жоқ, ешқандай қиындығы жоқ. Просто бұны шын рас мынандай немен істеу керек, ықыласпен. Болды. Аралар өздері жинап береді. Табиғи өнім дейсіз ғой. Енді ол табиғи өнім, енді әңгіме жоқ. Мынау бізде терраса. Мынау сіздерде терраса, жаздық, Иә, жаздық террасымыз қойдық. Енді бұл жердегі мақсат не? Мынау мал қора деген бізде сасып ату керек, қирап ату керек қой. Жоқ, ондай емес. Бұл жерде мынаны қараңыз, мысалы. Мына жерге келесің. Мысалы, мына жерде мал қора міне. Мына жерге отырады ертең адамдар. Анада отырады, мына жерде отырады адамдар. Міне мал қора. Бізде мынандай ұғым қалып кеткен ғой, мал қора десе. Сасық, ол жерде қазір туалет қақта тұр. Үйіңде туалет қақта тұр. Спальныйда тұр ғой. Үйде, Бұрында жер үйде тұрдың ба сен? Жер үйде тұрдым. Біздің үйде, жер үйде, Қызылордада. Анау түбіне барып тастайтын еді. Ар жағында көршінің туалеті, бер жақта біздің туалет тұратын. Ойлайтын сол кезде, неге осы туалетті ана жаққа барып тастай береді деп. Соны бүйтіп істесе болмай ма деп ше, мысалы. Қазір деген спальныйға кірді ғой. Дұрыс айтасыз. Сол сияқты бұл мал қораны да дұрыстап қойсақ, дұрыстап істесек, оны мысалы. Например, саламайын. Міне мынау біздің ауылдың мықтылары. Жандос мен інім. Мысалы. Мына жерде менің қарындасым анау. Мына жақта осы біздің балаларына. Мына біздің жұмыстағы баласы. Кісілердің. Сөзіңізге дәлел, міне туыстарымен кәсіп деп айтып отырсыз. Мынау Ахмат Жандостың баласы. Спортсмен мысалы, кәсіпкер жігіттер. Осы жерде жүргендердің бәрі сондай. Анау жиен, қыз қарындасының баласы, деген сияқты. Бәрі. Ол бөтен, асау бөтен ешкім жоқ. Келеді. Қазір енді балдар, міне Жеңіс аға, мен өзімде 7 бала шаға бар, Аллаға шүкір. Кейде өзім қалада тұрған екен, ауылды көргенбіз ғой, жұмыс тауып берейін десем де, жұмыс тауып бере алмаймын қалада ша. Бергелі. Сонымен ана балдар езіліп жатқанын көріп. Малик берген. Берген. Мынау мен қарындасымның баласы. Жиен ба? Жиен. Бергелі, Бауыржан, бергелі Мейіржан. Бөтен жоқ қой мына жердегінің бәрі. Мынау мен қайнағамның баласы. Мейіржан деген. Қызметте ғой бұл. Қызметте бәрі. Анау шашлик ұстап жүрген? Ол шашлик ұстап жүрген, бізде жұмыс істейтін бір кісі бар. Іште. Соның несі. Мейіржан, мысалы, бұл Қызылордадан келіп тұр. Жұмыс істеп өз жақты жүр. Бұлар енді үлкен балдар уже. Жүре берсем бола ма? Жүре берді. Сен не істеп жатсың? Бүгін келген балаларға біз тиіспейміз. Жұмсамаймыз. 2-3 күн адаптацияда жүреді. Жақсылап бауыр бассын дейсіз ғой? Адаптация не істейді. Сосын өзіне ұнайтын нәрсе табылады. Сол жерге жібереміз. Ойбай, сен ауылдан келдің, сен сразу мал қораға кіру керексің. Қашып кетеді айтты. Жерді бүйту керек. Жоқ, ойна. Түсіндің ба? Сосын ұнайтын жеріне барады. Мына жақта менің ағам мұны. Ой, бұны да түсіру керек. Қалай түсірмейсің бұны ағаны? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қайырбек деген менің әкемнің туған інісі. Болат деген менің әкемнің туған інісінің досы. Мысалы, бұлар шашликпен қамтамасыз етеді біздің ауылды. Шашлик істей аламыз дейді, давай істе. Болды, сатамыз, сат. Кеп отыр ғой халық. Дұрыс айтасыз. Мысалы. Жеңіс аға, бұл жер халал ғой. Ешқандай ішкілік, ондай нәрсе жоқ қой бұл жерде. Біз енді көзімізді ашқалы, өміріміздің бәрі халал ғой біздікі. Сол үшін бізге ол сұрақ қиын да бізге. Оқырмандарға нақтылап кетейін деп жатқаным ғой. Біреулер жаңағы түсініп алып, нергеп демалып кетсек болады екен деп. Енді бұл жерде, ішуге болмайды. Тығылып темекі шегеді енді. Бірақ енді арақ, анау-мынау тема жоқ, халал.
тамақтардың бәрі халал, ол жағынан не жоқ ешқандай. Мынандай бағыттаушыларымыз бар енді, біздің енді екі тілде жаздық енді, ағылшынша, қазақша жаздық. Өйткені шетелдің адамдар көп келеді, сол кісілерге ыңғайлайық дедік. Мынау ең қызығы міне мынау, есіктің алдында тұратын огород. Әркім есіктің алдында осылай істей салады. Мынау не екен, кабачок екен, асқабақ емес. Мынау мысалы кәдімгі қияр, мысалы әртүрлі қиярдың түрлерін еккен. Жинап алып, қазір жеп жатырмыз шетінен. қызанақ. Помидордың түрлері, мынау болгарский перец кәдімгі, тәттісі. Ауылда талай өзіміз егіп. Мынау кәдімгі қиярдың түрлері. Мына жерге өспей қалды енді, ойбай өспей қалды деп бас жарып жатқан біз жоқ. Қайттан алып тастап, бірдеңені тағы да еге салдық, шәсе қылмас. Онда балалар ойнайтын қойдық. Мына алдын көрдіңіз ғой мынандай. Әдемілеп тастап жатырмыз да. Әдейі істедім, не үшін? Мынау сату үшін, бірдеңе үшін емес бұл. Бұл әр адам келіп ойлансын, есіктің алдына бүйтіп еге салсам болады екен ғой. Газонмен брусчатканы тыға бермей. Маған газон егіп қойсам да болады, жап-жасыл қылып, бетінен жаңа су сеуіп бүйтіп. Вау дейсің да. Мынаны есік алға ексе де болады екен ғой. Конечно. Ешқандай. Ал мен топырағым жаман десең, мынандай қылып төрт бұрышты қылып әкелесің, ішіне топырақты сатып аласың да шамалы. Еге саласың, тамырлар тереңге кетпейді ғой. Мен ана әдемі болып тұру үшін істедім, өзінің топырағы өзінде, өзі и так әдемі. Бұның бір несі, ағаш қойғандағы. Ағаш қоймасаң, суы көбірек ұсталады екен астында. Астында жерде тұрса ше, суы көбірек ызғары ұстайды екен. Егер ағаш қойсаң, тез кеуіп кетеді екен. Ағашты жіберіп қояды ғой. Ағаштан көтеріліп тұр ғой, ыстық жан-жағынан береді екен да, сөйтіп ана кеуіп кетеді екен. Қалай суарып жатсыздар, тамшымалы ма? Жоқ, бұлай құйып суарып жатырмыз. Не, тамшылатамыз деп ойлағанбыз. Үшін жете алмай қалдық тамшылауға. Мына жерден балаларға алаң мынандай. Көрдіңіз ғой, бала шаға ойнайды. Қазір құмда ойнау деген тема бітті ғой. Мысалы, сол үшін балалар көрдің бәрі жалаң аяқ. Осылай, ойнау керек олар осылай. Топыраққа арасында құм жеу керек шамалы. Ешнәрсе қылмайды. Ешкім одан өлген жоқ. Талай топырақ жеп өстік қой мысалы. Ешнәрсе қылмайды. Ауылды еске алады екен. Сосын мына тақта қойып қойдық мына жерге. Міне Тараздан келген кісілер Тараз деп жазып кетті. Ең күшті сурет салса, суретіне сыйлық береміз балдарға. Мына борғы бетін сүртеді қайтадан. Не үшін балалар осы жерде өзінің бір ішіндегісін шығарып, әптен жазып кетті. Мен жазып кетейін, Нұрал метейді. Нұрал деп жазып кетті. Бая кішкентай кезінде бірдеңе плюстіп кететін ек қой. Осы YouTube каналға тіркеліңіздер. Алла қаласа осындай кәсіп. Менде мынандай ұстаным бар, Жеңіс аға. Не түсірсем де халал кәсіп түсірем деп. Енді өзіміз біраздан бері халал кәсіп жасап жатырмыз. Аллаға шүкір, мен өзім харам кәсіп жасап көрмеппін өзім. Мынау қонақ үйіңіз ғой, оң жақ беттегі. Қонақ үй кетеді, ана жерде киіз үйіміз бар. Енді ана жерде мынандай тақтаймен жол салып қойдық. Енді былай қарасақ, бұл жерде ауылда эргономика деген нәрсе бар. Сосын экстерьер деген, интерьер деген дүние бар. Осылардың бәрін ұстанып жатырмыз. Бұл жерде сіз дронмен түсірсеңіз де әдемі шығу керек. Вид болу керек, иә? Бұл жерде ракурсты оңнан, солынан, төбесінен полный қарайсыз ғой. Сол кезде жан-жақтан әдемі болу керек. Маған мынау өзі ағаш саласында жүргеннен кейін мына ағаштық жолдарыңыз ұнады. Өте керемет көрінеді екен. Бұның барлығы өзінше не? Мына біздің қонақ үйіміз, қонақ үй деп киіз үйіміз, бұл қазақи, иә? Бұл қара шаңырақ. Қара шаңырақ. Бұл біз ауылды ашқан кезде өзіміз бір не істеп жаңағы, қалай айтсам екен, әкеміз бар, шешеміз бар, солар шаңырақты көтеріп тұрып, біз бала шағасы уықты осыған салдық. Сөйтіп, солай жасалынды, иә? Сөйтіп жасалынды. Осы кеше ғана қайтадан шамалы киіз үй ағаш қой, шешпей қояқ. Ағаш қой енді. Бұл босайды шамалы, жіптерін тартып қайтадан бір несін не істеп жаңағы қайтадан жинадым. Енді сосын мынандай заманауи бір ұсыныстар айтты. Витражный жерге жасап қойдым. Есігінде витраж қалған. Мұның ішінде туалет, санузел бәрі бар. Бұл енді биткересеңіздер өздеріңіздің қара шаңырақтарыңыз. Бұл қара шаңырақ берілмейді, өздеріңіз демаласыздар. Ішін как музей ретінде, сосын келіп қонамыз өзіміз. Ішінде теплый пол, полный. Іші теплый пол. Есігін ал мынандай ағашпен, аяғы суға батпайды, өйтпейді. Мынандай төбесінен мынандай алдына кішкентай ғана мынандай не жасап қойдық. Мына жерде садақ ататын орны балалар міне садақ атып үйренеді, басқа қылады әйтеуір. Бұл ақылы ма? Негізі ақылы. Бір жиен бар осы жерде. Соған берілген. Сол жиен
любой нәрсе 50-50. Түскен Ал, соғыс киімі жаңа айтпақшы, 10 мың теңге түссе 5 мың теңгесін ауылға жібереді, 5 мың теңгесін өзі алады. Негізі мынау жақсы нәрсе екен мынау. Иә. Бұл жерде біраз Көп адамдарға, мысалы балалар ол үшін жауапкершілікті сезіне білу керек. Ол үшін ол орынға ол адам лайықты болу керек. Әйтпесе болмайды. Мына қараңызшы қандай приятно. Әшейін бір қарасаң көзің толады. Мынандай қылып көк алып қоя салса да болады ғой енді. Бірақ біз олай емес, мынандай қылып егін егіп тастадық. Біздің нелеріміз жаңа капусталарымыз, бірдеңелеріміз. Бір идея еді бастап жүрген. Осыны бір іске асырайық деп осылай. Сізде айтпақшы, сосын лагерь бар, иә? Лагерь, анау лагерьге анау 5 киіз үй қойғанбыз мұнда. Сол 5 киіз үйдің 4-еуінде жатады ішінде. И біреуінде ортада үлкен 24 қанаттық үлкен не қойдық киіз үй. Ол киіз үйде үлкен қонақтарымыз келгенде үлкен отырыстарды сол жерде жасаймыз. Ал лагерьдің балдары сол жерде өздерінің сабақтарын нелерін өтіп. Қазір таңда қанша бала бар? Негізі 40 балаға лагерь жасалған, иә? Иә, әр үйде 10 баладан жатады, и 2 жаңағы тәрбиешісімен жатады. Сондай жасалған. Мына жерде біздің қонақ үй. Мынау қонақ үйді түсіріп көріп жүрейік. Қанша номер бар дедіңіз бұл жерде? Бұл жақта 11 номер бар. Саламатсыздар. Саламатсыз. Көрсетіңіз. Бұл жақта бізде қонақ үйде 11 номер бар. Мына жерде біз енді аяқ киім шешіп кіресіз бұл жақта. Үйдегідей. Сосын шамалы бір ауылдың атмосферасы ғой енді. Бәрі өзімен өзі. Мұнда намазхана бар кішкентай. Мына жақта прачка, мрачка. Номерлер төбеде ғой, иә? Номерлер жоғарыда 11 номер. Көрсетсем. Бірінші рет қонақ үйде аяқ киім шешіп жүрмін мен ше. Мына жақ асхана ғой, иә? Бұл жер асхана. Бүгін санитарный день сияқты. Ішін бәрін тазартады, үйтеді, постоянно. Бұл жерде таңғы ас беріледі. Таңғы ас, иә? Мына қарасам өзі салып алады ғой керегін, иә? Таңғы ас кәдімгі шведский стол. Күндігінде адамдармен. Қонақ үйдің несіне ақысына кіреді, иә? Иә. Қонақ үйдің ақысына кіреді. Бүгінге номер бар ма екен, біз осы жақта қонсақ? Бүгінге номер жоқ, ә? Біздің ауылға қонақ төбеден бір несін көрейік. Бос орын жоқ қой, короче. Жарайды, былай көрейік. Бұл биыл бітті ма? Былтыр бар ма? Қыстан бастап істеп жатырмыз. Қыстан. Енді оборотта жай алып отырмыз. Мына жерде міне 11 номер. 11 номер. Мына жерде жиен. Бұл жұмыс істеп келген шығар уже. Жұмыс істеп болдың ба сен? Салам алейкум. Жұмыс қиындау бұның шамалы. Гостиницаның несі бұл? Бастығы ма не? Бастығы. Бұл жиен ғой енді. Не айтасың ол? Жалпы мына жер біздің. Қазір тауықтарды мына жерден көресіздер. Құстар бағы болады бұл жерде. Мына жерде бізде банкеттер өтеді, анау-мынаулардың бәрі осы жерде өтеді. Мынау ақ үйшіктер неге арналған жаңа? Шатерлар ғой енді. Кейбір адамдар осы жерден өздерінің бір іс-шараларын өткізгісі келеді, сол кезде соған береміз. Мынау алтыбақандар, иә? Алтыбақан тегін, қолный. Келген адам бәрі алтыбақанда. Жерде кейде Наурыз, мейрам болғанда осы жерде өтеді ғой, иә? Алаң осы жер ғой, иә? Площадь, иә? Өткенде біз 3 жылдық тойымызды осы жерде өткіздік. Тойлаймыз. Мына жерде беседкалар бердік, мына жеріміздің террасы, жаңа көріп тұрған. Ана конюшня, мал қоралар біздің осы жерден барлығы алақандағыдай көрінеді. Аллаға шүкір. Мына номерлерде жаңа сіз айтпақшы, ваннасы, туалеті бәрі ішінде. Ішінде. Душевой бар ішінде. Сосын кәдімгі раковина, унитаз, туалет. Жаңағы не? Душевой. Бір күн қанша екен құны? 50 мың теңгеден бастайды. Оқырмандар. 50 мың, 60 мың, 70 мың. Сондай 80 мыңдығы да бар. Ана адам санына байланысты. Адам санына. Мысалы 3 адамдықтар бар. 3 кровать. Аяқпен жүретін жақсы екен ұнады. Енді бұл жерде бір өзінше бір атмосфера, басқаша шама. Енді болашақта осы қонақ жаймен тоқтайсыздар ма? Бөлек коттедждер салына ма әлі? Үлкен анақта үйлер салынады. Қазір қарасақ орын жоқ дейді. Ол
орын жоқ. Сосын мынандай бір өзіміздің өнімдер мынау. Құлпырайды. Сармай, қаймақ, брынза, мысалы, құрттар өзіміздікінен бәрі. Өшірдік, иә? Анау қатық. Анау ауыл осы жаққа қонған кезде қонақ үйге кешке қарай бір бутылка қатық береді. Таңертең сары су береді кәдімгі. Сүзбенің суы ше. Сары су, бала кезде ішетін. Сол сары су береді. Азында аш қарынға сары су ішесіз, жатар алдында бір стакан қатық ішесіз. Өте пайдалы. Негізгі адамдар біздің ауылға не үшін келу керек? Просто біздің ойымыз андай туризм деліп, демалып жату үшін емес, ауыл шаруашылығын көру үшін келу керек. Сонан бір нәрсе алам, содан бір нәрсе көрейін деп едім, қораны қалай салынғанын, қандай технология қолданылып жатыр екен деген сияқтылардың бәрін сондайларды көрсе екен деймін мен ше. Басқа ол келеді, адамдар кетеді, ол жаңағы тамақ ішеді енді. Мысалы келгеннен кейін. Сол үшін ғана аналардың бәрі қойылған. Мынау бізде денсаулық жолы. Иә, өткенде сіздің неңізде көрдім. Денсаулық жолы деп атын қойып қойдық. Жүріп өтсек болады, если. Жүріп өтейік та. Мына жерде бір көрсетейін, сосын былай қарай кетеміз, сол кезде жүреміз. Жүріп өтейік. Ауылда баяғы жалаң аяқ ұратын ек қой. аяқ киім дегенді ұмытатын ек қой. Иә. Мына жерде енді біз мына жерге құс бағын қойып жатырмыз. Құстар. Иә, енді мына біреуі ғана дайын болды. Бұл жерде мына Адлер деген тауық. Мысалы, осы тауықтар, мына жерде балалар, тауықты көреді. Көзбен көреді, иә? Иә, көзбен көреді. Тауық қораның іші қандай болатынын көреді адамдар мына жерден. Және мына жерден балалар, қонақ үйдің адамдары бізде таңертең особенно яқтан жұмыртқа тереді. Мұнан қара. Осы жұмыртқаны аласыз да қонақ үйге апарып сізге қуырып береді. Енді бұлай қарап тұрсаңыз, жинамаған ғой. Мынада да бар ма екен, көрейік. Мынада да бар екен. Демек, анау қолдың жұмыртқасы деп ауыздан айтқаннан гөрі көзбен көреді ғой. Иә? Жүрді енді ешқандай. Мынан қарасай қанша жұмыртқа. Машалла. Жұмыртқа туыпты. Мынандай істеп қойғанбыз енді балаларға қызық болсын деп. Не нәрсені де қызықтыру керек қой. Кішкентай балалар алдына бүйтіп байлап алады. Сосын мынаған бір жұмыртқа сияды. Анадан жұмыртқаны алады да мынаған салады. Жармай, иә? Жармайды, мынаған салады, өзінше қызық қой балаларға. Істеп жатқандар бар ма? Иә, балалар соны істеп өздері. Агротур болады ғой. Сол кезде осылай жүреді. О, керемет. Машалла. Аллах берекесін берсін. Не нәрсе істесек те, балалар осы ауылға деген қызығушылығы өссе дейміз да. Біз мысалы ауылда, например, жүрдік та, сен мысалы ауылда өстік деп отырмыз ғой, мысалы. Жаңағы, мен аталарым енді қалаға көшіп кеткен ғой ертерек. Сонда ауылдың адамдар неге қазір қалада жүреді бәрі? Өйткені ауылда жүрген кезде қаланың рекламасы қатты болғанда, бәрі қалаға барсақ деген бір арман болған бәрінде. Қазір енді бәрі қалада ғой. Енді ауылға барсақ деген арманды қалыптастыру керекпіз да. Өзі андай периодтар келеді. Иә. Мына балалар ертең Алла қаласа ауылға қарай ұмтылады да ауылды дамыту керек. Енді ауылды дамытқан кезде Абдулла берге. Мына бала сары бала, мен досым баласы. Осы тауыққа осы жауап береді. Мынау бұрынғы еске аламыз ғой мынаны, иә? Абдулла деген досым баласы. Бұл біздегі тауық саласының қазір білдей маманы қазір. 18-де. Тауыққа осы жігіт жауап береді ғой, иә? Жұмыртқа, тауық бәрі осы жауапты. Сол емес ұстаймыз. Сол жалпы таныстырып жатқаным ғой. Бұның аты сары бала. Бәрі сары бала дейді интернетте бізде. Мынау мен өзім ағашты білген екен, ағаштың қабығы. Ағаштың қабығы. Енді біз енді бұл шамалы аяққа жұмсақтау болсын деп енді. Мысалы, қатты қанағаттанбай қалсаң шамалы көбірек жүрсең болады дегендей ғой енді. Ондай не жоқ па? Мынау қонақ үйде алсаң, не жерден міндетті түрде 2 рет өту керек деген бір правилалар жоқ па? Жоқ, ол адамды. Біздің ауылда бәрі өз еркімен, бәрі табиғи. Мысалы, енді адамдар өздеріне керек, қысық болса жүрсін міне. Мысалы, мына жерге жама бір демалып алады да, например. Мына кетті мына. Одан қайда жақсы екен мынау. Нелер? Майда-майда тамырлар. Денең зың-зың. Более сізді салмағы бар адамдар салмақпен мынау деген тас деген. Ой, надан қалай өтеміз? Мен жүрген жоқсыздар ма? Мына жолмен жүру керек екен.
Кайф. Аяқ киімден шешесіз да. Аяққа массаж. Мынау ағаштың нелері ғой мынау. Шишка деп. Шишка дейміз ғой. Оны қалай екен? Мен бірінші рет басып тұрмын мына. Ойбай. Міндет жерде ауырады екен. Ауырады екен. Мынаны домақтарын басу керек екен. Мынаны әдейі мынандай жан-жағына қойып қойған ойдым. Біздің аяқ үйреніп қалған. Сіздің аяқ молодец екен, сіздің аяқ. Міне, специально. Ойбай. Менікі ауырып отыр. Жеңіс аға өзіңіз авторы болып. Өзім бірінші рет жүріп кеттім. Кеше істеп қойған ғой. Мына жерге әлі салмаған. Жерге де осындай бір нәрсе болды. Бір нәрсе салады. Бұл жерге де шабыты келмей жатқан шығар. Балдаға тапсырғам. Мына тапсырған баланың үйінде той болып отыр. Сонымен тоймен кетіп қалған ғой. Мынау енді қара. Мынау ұнады. Алдында жүрдім мен. Мынау былай аяқтың мына жер ямысы бар ма? Осы жерге күшті екен. Салмақ түседі ғой, иә? Салмақ түседі да, басады массаж. Болса басына, өкшеңе, мойнына. Зәттен ана жайтабан киіп, жайтабан жайлы мынандай кроссовка киеміз. Қан аяқ киім шешіңіз, давай кеттік. Алейкум салам. Ең қиыны шишка екен. Білмеймін, екі жақтан да бастай бересің. Басы жоқ. Күшті екен былайынша. Ортаны енді істейді. Қан жүріңіздер былай. О, рахат. Балалық шақ еске түседі екен. Ойнайсың осылай. Аяқта дейді ғой бүкіл кнопка. Точка. Мынау енді кәдімгі тас енді басып жүрген. Мынау да жақсы, иә? Кәдімгідей. Аяғың ағар жерден басылады. Сосын бір жақсы жері қазір. Тас ыстықта. Аяққа да өте жақсы пайдалы болып тұр. Андай. Ух ты. Бұның ең кайфы қазір аяқ киім кигенде болады. Мынау құм енді шамалы разгрузка енді. Мынадан кейін аяқ сәл массаж алып жеңілдейді екен. Ана жерге бірдеңе әкеп қойыпты ғой. Мына керамзит төсейді ана жаққа. Керамзит. Бұл да оңай тимейді ол да. Ана жаққа керамзит төсейін деп тұрған ғой. Ойшым осылай. Жеңіс аға, енді мынау мал шаруашылығын көрейік. Мынау оқырмандар қазір енді мынау негізі оқырмандарға қызық қой жалпы. Мынау біздің ауылды сіздер алдын YouTube каналдарыңыз бар ғой? Иә? Иә. Сол жерде полный таныстырылған ғой, иә? Иә. Таныстырылған. Алдында ұлан түсірді ғой бізді. Содан көбірек көрді. Енді сіздерден көреді, басқадан көреді. Бұл нәрсе не? Жақсылық нәрсе ғой, енді көрсін дейміз енді. Басқа не емес. Сосын мынандай. Бұл коммерциялық, бұл коммерческий проект емес бұл, былайынша айтқанда. Бұл кәдімгі социальный проект. Бұл кәдімгі жаңағы қоғамға пайдасы бар жоба бұл. Бұл сол үшін мен өзіміздің әулет қана бұның пайдасын көрмей, мысалы, бәріміз бірге көрейік деген оймен осылай істедік. Ал мынау тамақ сатылып жатыр, бірдеңе сатып жатырмыз ғой. Ол келгеннен кейін адамдар өздері сұрады оны. Ішетін не бар, жейтін не бар, ана қайда, мынау қайда деді. Сосын істегесінен жақсылап сапалық жасайық деп бірден солай істедік. Негізі анау неде айтады ғой? Клиент өзі ұсыныс береді дейді ғой. Иә. Сол кәсіптеші. Даже мынау жолдың өзі адамдар өздері салып тастаған жол мынау. 2 жыл бұрын ана жерде дым жоқ, із тұрғатыны жүгіріп түсетіміз мына жерден. Бәріміз біздің жерден жүгіріп мінеміз. Із қалып қойды. Сөйтіп соны сал. Біз көлікті ана жаққа қойдық. Бұл жерде көлік қойғандар қонақ үйдің адамдары ма? Жоқ, өзі бұл жерде білетіндер ғой уже, ішке кіре беретіндер. Черный кодтар бар ма? Жоқ, сол жолмен жүріп ішке кірсеңіз де сізге ешкім шәнсе демейді ғой. Мынау енді құрылыс жүріп жатыр ғой әлі дәл-дәл. Бұл жақта құрылыс бітпейді ғой. Алейкум салам. Мынау енді қараңыз енді. Мына жерге адам отырғызайын ба, мал отырғызайын ба, әлі ойланып қалдым жөтім. Жерге ма? Кім отырады деп ойлайсың яқты? Мынау стеске қарағанда білмеймін, адам отыратын шығар? Кім отырады? Қалай ойлайсың? Не үшін істеліп жатыр деп ойлайсыңдар? Үсті мынандай көлеңке, асты мынандай. Бұл мынау не? Жеңіс аға. Неге арналған бұл? Бұл енді мұнда біз не бар ғой жаңағы? Контактный зоопарк дейді қазір.
мысалы біздің балдар бұзау, қой, ешкі көрмеген ғой. Сол мына жерге біз ертең бұзауларды қоямыз, қойларды қоямыз. Сол кезде олар жерге қойып ек, бұзаулардың асты ығал болып кетті да, сосын шылқып кетті асты ше, жаңбырда неден ше. Сосын біз тұрдық та бетіне пол төсеп, негелері жаңағы жидкістер астына кетеді, үсті құрғақ тұрады, қырып аламыз, тазалап аламыз. Сонда балдар көреді ғой, ұстап көреді. Балдар көреді, сипайды, сүт береді, су береді, шөп береді. Сөйтіп балалар бізде малға деген махаббат ашылады да. Жалпы біз вообще малға деген құрмет болу керек бізде ше негізі. Бұл мал қора деген бізде жаңағы сасып атқан нәрсе деген болмау керек, ол дұрыс емес. Таза жерде как положено тұру керек. Негізі Жеңіс аға, Европада болдыңыз ғой шетелдерде. Шетелдерде ауыл шаруашылығын, осындай аграның бәрін дамытып деңгейге апарып қойған. Бізде анда қалып кеткен ауылда болу керек. Сасық жерде болу керек, лас жерде болу керек, тазаланбаған жерде болу керек. Сол үшін мына жерден адамдар келеді, мына жерде шөп беретін науасы дейді ғой, ақыр дейміз біз. Болады, шөп мына жаққа салады, мына ішінде бұзаулар тұрады, келіп мына жақтан сүтін бересін, суын бересін, осы жерден балалар. Мынаның үстінде тап-таза осылай жүреді. Мысал қарасаңыз. Енді айттай қал, ал енді шығын кетті дейік. Жаман ағаштан салмадың ба дейік. Ағаш не, қандай ағаштан салам жаман? Мысалы. Мен көріп тұрмын, мынау арзан ағаш емес мынау. Қалыңдығы жағынан. Қалыңдығы, сосын мынау майыспайды мынау. Негізі анау российский ағаштың, қазақстанский ағаш дейді ғой. Қазақстанский ағаш жас екен да, жас болғасын майысады екен ол. Ал анау российский ағаштар қалың, кәрі уже, олар қатаяды екен. Енді ағаш Қазақстанда бізде орман кесуге рұқсат жоқ. Бізде өртенген ағаштарды кеседі. Ол өзінің клейін жоғалтады. Бұлай қарасаң сухостой деп айтылады. Қазақстан ағаштарын. Ал Ресейдікілердің өсіп тұрған ағашты кеседі. Оның бойында клейі бар, ағаштың өзінің плотності бар, тығыздығы сақталған. Сіз бүйтсеңіз де болар еді. Анау бордақыларда мынандай рейкі қояды да, арасын 2 сантиметр. Оны астына түсіп кетеді ол кезде. Астына түседі, астынан тазалап болады. Мына бетін сонда. Енді бұл жерде андай ғой, показательный болғаннан кейін осылай әдемі. Аяқтарын ауыртады екен анау. Все-таки сосын осылай қоя салдық қойшы деп. Қасапхана? Қасапхана, бойня, мал соямыз, тауық соямыз. Бұл жерде малдарымыз сойылып, Біз енді күнді соймаймыз ғой. Өзімізге керек малды ғана соямыз. Қазір таңда мына жердегі асханада қойлар, осы жердің малдары, керемет. Дәрі берілмеген, не берілмеген, таза. Енді бұлар жоңышқамен шөп, жем кәдімгі, стандартный. Мына жерде бордақы қора бізде. Қойларды мынау ғой, жаңа айтып отқан, сіз айтып. Соны рейкіден де істейді. Рейкіден де істейді, бұлай да істейді. Бәрі аяқ ауырады екен бұдан. Көп тұруға болмайды. Бер кел. Мынаны түсір. Мынау Омар. Кім? Омар. Шөпті бөлек ал, Омар. Бұл неңіз болады? Бұл менің інімнің баласы. Інімнің баласы? Бұл Омар деген, мен айтам ғой, мен әкем 01. Мен 02. Ол 03 осы. Осы ең ішіндегі шаруашылыққа ыңғайлысы осы. Мынау өздігінен істеп жүр ғой мынау, өзі істейді. Ешкім зорламайды. Молодец. Камера, видео қызық емес десеңіз өзі, Вообще. Мен жаңа осы жақта бірге жұмыс істейміз, Ербол деген інім бар, соның баласы. Айбек. Бұқа дайын болыпты ғой, соғымға. Бұл бұқа, короче, ауыл ашылған кезде бір атамыз атап кеткен. Содан 3 құрбан айттан қалған бұқа ғой. Бәсем ол. Ерке. Құрметті оқырмандар, мына иісті біраз болып еді сезінбегелі. Біздің ауылға кеп. Бұл жерде иіс табиғи. Анау ненің иісі жоқ жаңағы, аммиактың иісі жоқ бұяқта. Мысалы, сен осы жерден осы футболкамен келдің біздің қораға, осылай самолет күйіп кете бересің. Ешқандай иіс. Мынау бота. Мынау бота дейді. Бұны Сыдық деген ағамыз бар. Сол кісі бізге сыйлады ауылға. Анау 5000 түйесі бар. Рекорд жасады ғой. 1000 түйені жетеді мынау неде Ақшида. Ақшида? Сол кісі ауылда сенде түйе жоқ екен.
бір осы болсын деді. Ана қошқарлар біздің. Қошқар, қандай порода ана қошқарларда? Гисар. 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 Құлындар бізде туылған. Ертең осы қошқарлар, қозылар сояққа шығады ғой, жаңа жасап жатқан жеріңізге. Мынау түйелер сол жақта болады ғой, балдар ұстап көріп. Мынау мал шаруашылығында жалпы қанша адам жұмыс жасайды бұл жерде? Мына жерде 3 адам істейді. 3 адам? Осы қорада ма? 1, 2, 3 қорада, 4 қорада 3 адам. 4 адам әрі кетсе. Мына жерде бие сауамыз. Саумал бар ғой бұл жерде? Иә. Биелер кіреді қатар-қатар. Сөйтіп жабылады. Яқтан биені соп алады да, саумал қылып шетіндер өз жерге пішіп кетеді. Мына люктар, мен түсінген осы малдың канализациядағылар ғой, Иә. Оқ сіздігі Мына жолмен келеді, іші кешірмен жуады. Мына сиырлар. сауын сиырлар ма? Иә. Олар Голштейн порода. Сүті жетіп жатыр ма қазір өзіңіз? Сүті жетеді, енді туады бұлар. Қандай порода дейсіз? Голштейн. Голштейн. Кеше жақында сатып алдық. Ауылдағыда екен ғой, шөп сеновал үстінде. Иә. Бұның бір жақсы жері салқын береді бұл, шөп тұрған соң. Иә, енді шөп салқын береді, сосын жерді үнемді пайдаланасыз. Ар жағында туғандар тұрады, роддомы бар, туылғандар тұрады. Яғында сауылады, сондай. Қыста мұның бәрі жабылады ғой, қатты суықта. Жабылады, иә, бәрі жабылады. Өзінің температурасымен өздері жылып тұра береді. Мына жерге сулары жиналады, үш жерден тартып аламыз. Жидкий болады. Мына жерде енді бізде молочный цех, мына сүт өндіріледі ғой. Ар жағынан барсақ та болады. Мына жерге туады, ана туып жатыр ана сиыр. Ана туған сиыр, туайын деп тұрған сиыр осы жерде. Ана ішінде бұзауы бар, мына жақта сауылады. Сосын мына жерде сүтті мына жақта бочкаға құйылады, емкіске. И мұнан трубамен сүт мұнда кетеді. Мына жақтан құйылып, мына жаққа өтеді? Иә, автоматически насоспен. Мұнда енді кіруге болмайды. Жаңағы сүт қайда келеді? Мына жақта келеді ғой, Сүт мынанда емкіс бар. Мына кеше үлкейтіп жатырмыз тағы да. Осындай тағы да сатып алдық оборудование. Мына Өзбекстаннан келген оборудование. Бұл сақтау ма? Холодильник ғой? Сүтті қайнатады. Қайнатады? Пісіреді, пастерилизация дейді орысша. 80 градуста сүт қайнайды. Мысалы, қаймақ жасау үшін сүтті бір сәл қыздырып алады, пастерилизовать етеді. Сөйтеміз да, сосын осыдан шығады да, мынандай жерге құйылады сүт. Сосын мынадан сепараторға сүт кетеді. Осыдан сепаратордан шығып қаймақ шығады бізге. Міне мына ішінде құрт жасайтын. Құрттар тұр, мынау. Қалай? Мына біздің ауылдың құрттары. Керемет. Дәмін көресің ба? Дәмін көрейік, қоспасыз. Мынандай түрі бар. Оператор. Бұны майлы, майсыз деп бөлінеді. Кейбір кезде обраткіден жасаймыз. Кейбір кезде неден жасаймыз. Дәмді екен құрты. Білінеді сразу мен өзім. Біз сүт көбейген сайын, алдында біз 300 литр ғана сүт өңдейтінбіз, қазір 500-600 литрге дейін. Жалпы 1 тонна ғана өндіріледі общий. Күнде 1 тонна ма? Иә, күнде 1 тонна. Сонда жаңағы сиырдан күнде 1 тонна сүт алып отырсыз ғой, Жоқ, бұл жерден енді 1 тонна шыға қоймайды. Біз сол өтен көбейтіп атсақ, сүт сатып алуға да болады да. Мысалы, сүт өзіміздікі бар, сосын өзімізге керек сүтті сатып аламыз. Керек майлық бар. Бізде конюшня. Кел. Хамза. Хамза, менің Жандос деген досым баласы. Қарап тұрсаңыз, түріне қарасаңыз, таза қалам балдары ауыл шаруашылығын істеп жүр. Жаңа сіздің бір сөзін айттыңыз ғой.
қаланың адамдары осы ауылдың жұмысын істеу керек деген ше. Соған сөзге дәлел болып тұр ғой мынау. Әкеңе. Қашаннан бері жұмыс жасайсың? 2 жыл бұрын бастадым. Осы жерде жасаған ба? Ұнай ма? Ұнамаса қазір балдар келмейді ғой. Просто. И все. Просто пошел дейді ғой. Иә. Таппай қаласыз десейші. Иә. Мына жерде енді бізде 1-2 жылқыларымыз бар. Мынау ақалтеке. Еркелеу. Ассалаумағалейкум. Жақында. Кел, қызым ұста. Ұстап көр. Қорықпа. Мінесің ба? Мінесің? Мінгізген де кім? Қайда? Байқа. Кел, өш жерде мінгізейік та. Көтер жүрейін. Әкесі көтер жүресі? Давай. Қорықпа. Ой, қорқпайды. Ол қорқайын тұрған жоқ осы. Оп де. Жалпы, конюшняда 14 ат сияды. 14 ат. 14 орын бар. Мына жерде душқа түсіреді аттарды. Кәдімгі жуындырамыз. Бұл тамақ қай жерде жейді? Ішіне кіреді ма? Ішіне салып берем. Мына жерде екен мен көп. Бұл ел шөбі, жемі. Мына астан опилка сеуіп қойғансыздар ғой, тазалап тұрасыздар, Иә, астына опилка себеді. Анау сідігі шылқып кетпейді. Көрдің ғой, мал шаруашылығын, егін, сүт бар, қой бар. Қойлар қазір жайылымда жүр, кешке қарай келеді. Мына жерде мінсаттарды ішке қояды. Сосын мына бетке енді құс шаруашылығын мына бетке жібердік. Құс шаруашылығы жоқта, иә? Енді құс болғаннан кейін, құс болғаннан кейін не болады? Малдан алшақтау қояды. Малдан алшақ, иісі болады, как-никак енді. Қанша деген. Сол өзіміздің өнімдер көреді адамдар. Көру керек та, бәрін үйрену керек, копировать ету керек. Мысалы, сарай салдым ба, бройлерге мен соны алда размерін, қанша құс сияды, бәрін сұрасаң, балдар жауап береді мысалы. Соны бәрін көріп алуға болады, сұрап алуға болады. Ешқандай проблема жоқ, ешқандай секрет жоқ. Мына жерде кішкентай речкамыз бар, Алла қаласа речканың айналасына әлі кірісе алмай жатырмыз. Ертең кірісеміз енді. Жалпы бұл жерде болашақта шомылатын орын жасала ма, жасалмай ма? Шомылатын орын жасалмайды. Жасалмайды, иә? Шомылса да речкаға түседі ташиын. Арнайы бассейн емес. Просто речкаға ауылдағыдай ше. Анандай бассейн, суын бір бөле қылу деген тема жоқ. Сесек солай ғана істейміз. Баян малькушка дейтін ек қой. Мына бройлер тауықтар. Жем мынада толып тұрады. Ішіне шнек бар. Ана артында датчик бар. Жем біткен кезде датчикпен шнекпен жем таратып шығады. Бұлар тек ет береді ғой, иә? Бұлар тек ет береді. Тумайды, иә, бұлар, иә? Тумайды. Мына жерде 3000 бас бар. Оның ішіне кіруге болмайды. Терезеден ғана көреді. Бұнда не бар? Құс қой. Бройлер. Мынау радиаторы. Мынау радиатор. Бұны өздеріңіз ба серіктестікпен бірге жұмыс жасап жатсыз ба? Оны жаңа Абдулла деген балам бар ғой. Сол басқарады. Сонымен серіктеспіз. Сіз балдарыңызбен серіктеспіз. Иә. Агрономда бір балам бар, онымен серіктеспіз. Мысалы, гостиницада бір балам бар, онымен серіктеспіз. Ауылмен сол бала, ауылмен мына бала. Мына радиатор мынаған су беріледі төбеден. Ылғалданады, артқа суынан қайттан кетеді бочкаға. Циркуляция жүріп тұрады. Сол кезде надан ішін салқындатады сөйтіп. Ішін, иә? Машинаныкі сияқты. Технология бойынша ғой, иә? Иә. Болу керек, иә? Мына кішкентай балапандарым. Анау мысалы бір 30 күн бөкен, 25 күн бөкен болған. Мынау
бір апта болмаған оларға. Қанша күнде ана жаққа өтеді ғой осылар? Өтпейді. Бұлар өтпей ме? Осылай осы жерде 45 күн тұрады. Жалпы 45 күнде уже дайын болады, иә? Дайын болады, иә. Бұлар бройлер ғой. Қаяқта бастырылады бұлар? Ой, балапан күйінше аламыз. Балапан күйінше? Бұлар балапан күйінде аламыз. Мына цех, ә? Жем қора. Жем ішіне сақталады. Мұнда тауықтарды былай барасы сақталады, төтесінен жүрекші. Өзіміздің ауылдан шыққан тауықтар. Жұмыртқаға басып өзіміз. Осылар жұмыртқасынан шықты. Олар қазылар ғой, ә? Қаздар. Слабыйлар ғой. Яқа кеп қойған ғой. Көрдің бе? Аяғы бір бөлек қойған. Сондай. Бұларда жұмыртқа бере ма? Бұлар береді. Береді, ә? Ана жақта көрген тауықтарың осылар ғой. Сол жаққа барады, ә? Мынау қандай тауықтар? Мынау ламан браун. Осы бізде жұмыртқа бағытында бұлар. Бұл чисті жұмыртқа. Кросс. Мынау чисті ламан браун. Бұлар жұмыртқа бағыты. Бұлар бір жылда 340 жұмыртқа беру керек. Бір жылда? Бұлардың еті жеуге болмайды ғой? Тек жұмыртқа туады? Жеуге болмағанда болады ғой, просто ет жоқ. Еті жоқ, иә? Сүйек пен тері? Сүйек пен тері. Бұлар енді көбірек жұмыртқа алу үшін. Бағана біз көрген осы... Бұл емес. Бұл емес па? Анау бұлардың жұмыртқасынан балапан шықпайды. Балапан шықпайды. Ал аналардың жұмыртқасынан балапан шығады. Мысалы. Мына тауық қораның іш жағы ғой. Іш жағы, иә. Іш жағынан көресіз. Қыстық несі, иә? Анау бізде нелер ғой жаңа? Инкубатор ше? Сол жерде шығады. Мынау өнімдер уже? Мынау біздің қазіргі жұмыртқа тауық жаңағы. Балапан бере алатын жұмыртқаның тауық. Біз жұмыртқаны тек осы қазір біздің ауыл ғана тұтынып жатыр ма, ары қарай? Сатып жатырмыз. Аяқта балапан бар ма? Иә, бар. Мына балапандар ғой өзімізден шыққан. Мына инкубаторда шығады. Яқта да бар ма? Жоқ, олардың жоқ. Ане, свет жанып тұр. Анау екеуі бірде жанады ғой автоматты. Мынада ше? Бұларда жоқ бұларда, қойшын қойып. Мына соңғысы ма? Ja, бұлар енді мана қонақта келгенде көрсетуге алып қойып, алғанын алды мана алтын секторы. Бұл жігіт кім? Жеңіс аға? Бұл жігіт осы тауықтың Абдулланың көмекшісі. Сары баланың. Абдулла ма берді главный? Главный Абдулла, я. Тілін түсінетін. Я. Жалпы жұмыс көп істейтін. Өте көп вложение дейміз жаңағы. Қаражат құю керек. Мынағанда әдемілеп жол салып қойға болады дегендей. Қаражат. Мысалы, ал неге біз оны салып жатырмыз? Жалпы біз ауыл шаруашылығын дамытқымыз келеді. Дамыту үшін біз үлкен организация ашу шарт емес. Ең бірінші үйлерден ашылу керек. Жеке үйлерден. Сіз үйіңізге жұмыртқа сатып алмау үшін неше тауық бағу керексіз. Ет сатып алмау үшін неше қой ұстау керексіз. Мысалы, үйіңізге. Например, жер үйде тұрасыз ғой бәрібір. Жер үйде, иә. Сөйтесіз да, өзіңіздің тоқтыңызды аласыз да, кәдімгі. Мысалы, майды толған. Әдемілеп сойып алсаңыз, соғым сияқты заморозка салып қойсаңыз, мысалы, өзіңізге жетеді. Жұмыртқа, тауық, мысалы, 50 шақты бройлерді бақсаңыз, 50 күнде сойып оны заморозкаға салып қойсаңыз тұра береді. Бір жылда жейтін өніміңізді кәдімгі ешкімнен химия жеді ма, у жеді ма, му жеді ма демейсің да. Табиғи. Өзің бердің ғой, не бердің, соның жейсің ғой, короче. Мысалы. Бұрын өзіміз бақтық қой осылай. Малды да, тауықты да. Бірінші солай бастау керек. Сосын сен үйде өйстіп жүріп, қайсы мынауың дұрыс екен деп көбейіп жүрсең, сосын соны үлкен ферма қылып жүресің да, қарай. Мысалы, үйден 1-2 сиыр сауы керек. Егер сиыр саумасаң, 10-15 литр сүт сатып алып аптасына. Содан қатық, айран, қаймақ, құрт, мұрт, анау-мынау бәрін жасап ал. Немене? Көршің сиыр сауады ғой әйтеуір, бір көршің. Мысалы,
дұрыс айтасыз, иә. Сөйтті анау мына ірімшіктің ішіне не қосқан екен, мына қатықтың іші бірдеңе екен деме да. Бар да істе. Зато сен үйіңде сүт істесең, келіншегің келіне үйретеді, қызыңа үйретеді. Өздерің білмей жатсаңдар, әжеден барып үйдегі апалардан сұрап ал, солардың ұйытқысымен, солардың рецептімен жаса дегендей ғой. Мына жерде біздің жұмысшылардың жилой контейнерлер, төбесін жауып қойдық. Астында өздері тұрады. Мынау да жұмысшылардың. Жасалған ғой жұмысшыларға. Енді максимально жасауға тырысып жатырмыз бәрінше. Келешекте, короче, мынақа общага салынады үлкен. Анақа 50 адамдық. Постоянно тұратын ше. Мына біздің аспалы көпір. Нағыз оператор аспалы көпірмен артқа қарай еш жерден ұстамай жүру керек. Жүріп көрдім.